көк жарық. Шын мәнінде көк жарық деген не? Көк жарық бұл ұялы телефондар мен смартфондардың барлық экрандарынан, сондай-ақ ноутбуктар, iPad'тар және басқа да планшеттерден шығатын жарық. Сонымен қатар, белгілі бір дәрежеде тіпті теледидар немесе монитор экрандарынан да шығады. Бұл ерекше көк жарықтың ғылыми тұрғыдан алғанда қатерлі ісікпен нақты байланысы жоқ. Бірақ әрине ол ұйқының жоғалуы, зейіннің жоғалуы, бас ауруы және ашушаңдық сияқты басқа мәселелерді тудырады. Себебі адамдар ұялы телефондарға соншалықты тәуелді болып қалғандықтан, олар ұйқыларынан айырылып қалады. Әрине, ең маңызды нәрселердің бірі тәуелділік. Мен түнде ұйықтай алмайтындарын айтып келген науқастарды көрдім. Себебі олар ұялы телефондарға тәуелді. Және бұл ұялы телефондар немесе смартфондар шығаратын көк жарық көптеген ұйқы мәселелерін және көптеген психикалық мәселелерді тудыруы мүмкін. Бірақ қатерлі ісікке қатысты айтсақ, жоқ. Қазіргі уақытта ғылыми дәлелдер жоқ. Бұл зерттеліп жатқан сала. Кейбір зерттеулер жүргізілуде. Және жақын болашақта көк жарыққа әсер ету мен қатерлі ісік арасындағы байланыс бар болса, біз оны әлі де көруіміз керек.